Қазақта бір әдемі ұғым бар, аманат деген. Аманат ол жай мұра емес, ол сенім. Мысалы, мына домбыра. Егер сізге біреу осындай аспапты аманат етіп берсе, сіз оны жоғалтпай, сындырмай, көзіңіздің қарашығындай сақтауыңыз керек. Себебі бұл сіздің борышыңыз. Айтпақшы, аманат ұғымы тек қазаққа ғана тән емес, басқа халықтарда да оған ұқсас түсініктер бар. Мысалы, араб пен түрік халықтарында аманах деген сөз бар. Ол да сенім, жауапкершілік. Орыстарда доверие немесе наследие дейді. Ал ағылшындар legacy мен trust деп бөледі. Бірақ қазақтағы аманаттың айырмашылығы ерекше. Қазақ үшін аманат ол тек зат емес, ол өсиет. Ол ата-бабалардың бізге қалдырған сенімі. Мысалы, жер аманат, тіл аманат, дәстүр аманат. Сондықтан қазақ аманатты тек мұра деп қана емес, міндет деп түсінеді. Ал сіз қалай ойлайсыз, аманат бұл борыш па әлде мұра ма?